Сәлем, бүгін сенімен бірге кезекті сабақ тақырыбы вестибула кохлеарис, яғни 8-ші жұп нервін талқылаймыз. 8-ші жұп нервінің ерекшелігі бізде ол екі бөліктен тұрады. Ол кохлеарис, яғни есту бөлігі ұлулық денеден тұратын, одан кейін вестибулярлы бөлігі, яғни кіреберісі және терезесі. Осындай екі бөлігін бөліп талқылаймыз. Вестибула кохлеарис неге бірге, себебі екеуі бір жүйеде, яғни ішкі құлақта орналасқан екеуінің бастауышы импульстері. Бірақ та олардың ары қарай баратын тармақтары әртүрлі болғандықтан сіздерге екі түрлі суретте түсіндіремін. Кохлеарлы бөлігі, яғни бұның таза есту импульстерін жоғары қарай аппараты осы болып табылады. Бұл бізде ішкі құлақтың ішіндегі орналасқан ұлулы денемен оның вестибулярлы бөлігі. Вестибулярлы бөлік өзінің ампулаларынан және де кіреберіс терезесінен тұрады, және де мына ұлулы дене. Ұлулы денеде бізде барлық келген дауыстарды, дыбыстарды барлығын өзіне қабылдап, олардан импульстерді, яғни нерв жолына апаратын нервтік импульстерді өндіреді. Қалай? Осы бізде ұлулы дененің ішіне дауыс импульстары келген кезде, олардың барлығы осы жерде импульстер өндіріле бастайды. Осы импульстердің барлығы өндіріліп, барлығы бір түйінге жинақталады. Барлығы бізде бір түйінге жинақталады. Бұл түйінді бізде кохлеарлы, яғни ұлулық түйін деп айтамыз. Осы түйіннен кейін олар ішкі есту түтігі арқылы, яғни порус акустикус интернус арқылы шығады. Ми негізіне қарай. Ми негізіне порус акустикус интернус арқылы шыққаннан кейін мынадай келесі тармақтарға жалғасып кетеді. Ол бізде қай жаққа бару керек? Ми көпіріне бару керек. Бұл бізде ми көпірі. Ми көпірі бұл мишық пен ортаңғы аяқ арқылы байланысып жатыр. Тура мишық пен ми көпірінің бұрышы арқылы ол осы ми көпіріне қарай енеді. Одан кейін екі тармаққа кетеді. Бұл бізде дарзальды тармағы, одан кейін мынау вентральды, яғни артқы және алдыңғы тармақтарына қарай кетеді. Енді осы жерде бізде ары қарай мына жерде оливаға қарай кететін бөлікті белгілеп қойық. Енді бізде оның вентральды бөлігі төмен қарай түсіп, оливаға қарай бір тармақ береді. Олива бұл бізде соқпақша мида орналасқан олива спиналис деген экстрапирамидалық жолды құрайтын белгілі жер болып табады. Тура сол жерге бұл импульс береді. Неге? Бұл есту сигналдары экстрапирамидалық жүйемен тікелей байланысу керек. Себебі біз қатты дауыс шыққан кезде бірден жанымыздан біреу айқайлаған кезде қорқып кететіміз. Осыдан осы экстрапирамидалық жүйе біздің еркімізсіз денемізді қозғалтады, қорғаныш рефлекстерін іске қосып. Одан кейін бізде бұл осыған бір тармақ бере отырып, келесі беттегі дарзальды вентральды ядроға бағытталады, келесі бетпен қиылысады. Ал мына жоғарыдағы бөлігі осы ми көпірін бір төбеге көтеріліп барып, келесі беттегі ядросымен байланысады. Бұл бұның екінші неврондар. Мынау бірінші невроны, мынау екінші неврондар. Мынау уже бізде үшінші неврон болып табылады. Осы үшінші невроннан олар былай жоғары қарай бағыттала бастайды. Біріншісі бізде жоғары қарай бағытталады. Бұл бізде мынау бізде төрт төмпешік бар. Сол төрт төмпешіктің төменгі екеуі естуге, жоғарыда екеуі көруге жауап береді. Одан кейін осы төмпешіктерге келеді. Бұл төмпешікке келіп, бұл ары қарай төменге қарай бағытталатын экстрапирамиданың тағы бір жолы тектоспиналис деген бар. Естеріңізде болса, трактус тектоспиналис. Тектоспиналисте бұл экстрапирамидалық жолмен оливамен бірге бірлесіп кетеді. Қайдан шығыватқандығын елестетіп жатсыздар ғой? Экстрапирамидалық жолдағы сол жолдардың қандай маңызы бар екені осы жерде көрініп жатыр. Яғни дыбыстың әсерінен экстрапирамидалық жүйенің іске қосылуы. Одан кейін бізде төменгі, яғни мынау дарзальды, яғни артқысы экстрапирамидамен байланысып кетті, мына төмпешік арқылы. Одан кейін жоғарғысы бізде мына жерде
мынадай денешік болады. Бұл денешіктің аты медиалды геникулярлы денешік. Медиалды геникулярлы денешікке қарай келеді де келесі неврон алады. Осы келесі невроны, яғни төртінші, одан кейін барып бұл жоғары қарай бағытталып, геши аймақтарына қарай таралады. Ми қыртысындағы есту орталығы, яғни бізде геши болып табылады. Енді бізде келесі кохлеарис бөлігін аяқтадық. Кохлеарис бөлігі есту бөлігі тура осылай экстрапирамидамен және жоғары қарай естудің фильтрациялық орталығы геши аймағына қарай қалай бағытталатынын түсіндік. Енді бізде вестибулярлы бөлігін талқылаймыз. Вестибулярлы бөлігін басқа түспен көрсетейік. Вестибулярис, яғни бұның кіреберіс бөлігі, кіреберісі ампулаларынан және де кіреберіс терезесінен тұрады. Осының барлығы бізде белгілі бір импульстерді өндіреді. Қандай импульстерді? Олардың ішінде не болады? Эндолимфа болады, және де осы эндолимфаның қозғалысына байланысты біздің қоршап жатқан атмосфераға байланысты бұның ішінде белгілі бір импульстер өндіріледі. Сол импульстер арқылы барлығы бір жерге жинақталып, вестибулярлы түйін құрайды. Мына жақтағы сияқты кохлеарлы түйін құралса, бұл жерде вестибулярлы түйін құралады. Ол оның бірінші неврон болып табылады. Одан кейін ол жоғары қарай бағытталып, осы порус акустикус интернус арқылы жоғары қарай шығады. Ми негізіне қарай шыққаннан кейін бұл мына жақтағы бізде мен сурет негізі мына бетінен салам деп мына бетінен салып жүріппін. Бірақ та бұл жерде разница жоқ. Бұл жерде бізде ми көпірінде мынадай 4 түрлі ядро бар. Осы естудің. Оларды біз медиалды, латералды және де жоғарғы, төменгі деп айтамыз. Superior, inferior, medialis, lateralis деп. Олардың арнайы ғалымдардың атауымен де атаулары бар. Дейтерс, Бехтер, Швальбе және Роллер. Осындай 4 түрлі ғалымның атауын берген бұл жерге. Және де бұл жерге келгеннен кейін ол барлығымен байланысады. Негізі ғалымдар нақты қай жолдың қайсы ядромен байланысатынын әлі анықтамаған, сондықтан оны барлығымен байланысады деп келтіреміз. Бұл оның екіншілік түйіні, екіншілік невроны. Екіншілік неврон алғаннан кейін ол қайда кетеді деген сұрақ. Осы жерде біз оны барлық тепе-теңдік жүйесімен, барлық экстрапирамида жүйесімен, ми қыртысының құрылымының барлық жүйелерімен байланыстырамыз. Бірінші кезекте ол мыйшықпен байланысады. Мыйшыққа, яғни ортаңғы аяқшасы арқылы шығып, мыйшықтың шатра тәрізді ядросына, тісті ядросына қарай байланысады. Осы шатра тісті ядродан кейін бізде мыйшық тақырыбына видео түсірген кезде мен сіздерге ұзақ осында бірімен байланысатын жолды көрсеткен болатынмын. Сол жол осы жерде қайтадан көрініс шығарып жатыр қазір. Осы импульстер осы жақтан келген ядроларға, олар бізде қызыл ядроға қарай бағытталады. Яғни қиылыса отырып. Қызыл ядро, қызыл заты ортаңғы мидың соған қарай бағытталады. Ол қызыл заттан кейін, қызыл ядродан кейін, ол жоғары қарай бағытталатын импульсі бар, жоғары ми қыртысына. И төмен қарай бағытталатын импульсі бар. Төмен қарай бұл руброспиналис, ол тағы не? Ол тағы экстрапирамида жүйесімен байланысып жатыр деген сөз. Біздің тепе-теңдік жүйеміз. Қараңызшы, эндолимфа бізде құлақта орналасқан, ол тепе-теңдікке қандай да бір импульс береді деп айтатын едік. Ол қалай беріп тұр екен? Ол жерде импульстер келді, мыйшықпен байланысты. Мыйшықтың бізде динамикалық, статикалық реттейтін тепе-теңдік жүйесі бар. Сол ядролармен байланысты, одан кейін ол жоғары қарай барып, экстрапирамидалық жолмен байланысты. Экстрапирамида ол не? Адамның еркіне бағынбайтын, адамның қимыл қозғалысын үйлестіретін жүйе болып табылады. Вот осының барлығы бір-бірімен мида нейронаралық байланыстарды орнатып жатқандығын көріп жатырмыз. Одан кейін бізде дәл осы 4 ядролардан тағы да импульс шығады. Бұл ретикулярлы формацияға қарай бағытталады. Ретикулярлы формацияның бізде маңызын айта кетейік. Бұл бізде қан қысымының реттеліп отыруына, тыныс алуымызға, ол жерде
андай құсуға, жүрек айнуға, барлық орталықтарға жауап береді. Өте маңызды рөл атқарады. Өйткені бұл ретикулярлы формация тек ортаңғы мида емес, ортаңғы ми, сопақша ми, ми бағанасы барлығына қарай ұзынға созылған жол болып табылады ретикулярлы формация, барлығымен бір-бірімен байланыстырып тұратын. Осы формацияға қарай бір тармақ береді. Яғни біз бір орында тұрып қатты айналдық, қатты айналдық. Кішкентай балдар бір орында тұрып айналса, біз де өзіміз бір орында тұрып айналсақ, басымыз айналып, жүрегіміз айнып, құсқымыз келіп кетеді. Сол басымыз айналып, жүрегіміз айнып, құсқысы келетін ол ретикулярлы формациядан, яғни бізде бірдеңе дұрыс емес деп мына жаққа қозу сигналы келеді да, ретикулярлы формациядан жүрек айну, құсу, бас айналу сигналдары осы жерден пайда болады. Если бұл жерде связь болмайтын болса, бізде ондай процестер болмайтын еді. Және де ол бізде 3-ші, 4-ші, 6-ші көзді қозғалтқыш, яғни көздің жанындағы бұлшықеттерді қозғалтқыш нервтермен байланысады. Оның қандай қатысы бар десек, дәл сол процесті қайттан еске алайық. Қатты басымыз айналып, бір орында тұрып айналған кезде көзіміз қарауытып, бір точкаға қарай алмай, аккомодациясы көздің бұзылып, нистагын көруге болады. Көздің ядроларымен байланысқан кезде ол осындай көріністерді береді. Ал енді ол ортаңғы мимен тікелей байланысатын жолды да қалдырмаған, яғни ортаңғы мимен тікелей байланысатын да жолы бар. Яғни ол бізде ортаңғы миға барлық сезім рецепторлары жиналған орталық не ол? Бізде таламус. Таламусқа келеді, келесі ядросына, одан кейін ол самайлық бөліктегі қыртыстық бөлімдегі орталықтарына барады. Яғни ми қыртысының самайлық бөлігіндегі орталыққа барып фильтрацияланады. Осы бізде вестибулярлы бөлімнен келіп тұрған сигналдар. Міне қызық жолдар, қызық сабақ. Осы қызық сабақты да біз аяқтап бітірдік. Маңыздысы сол, осы жердегі 4 ядро, олардың экстрапирамидамен, ретикуляр формациямен, орталықпен бір-бірімен қалай байланыс жасап жатқандығы. Бұл вестибулярис, яғни адамда тепе-теңдікке жауап беретін орталығы болып табылса, яғни неврондық жол болып табылса, кохлеарис бізде таза дыбыс сигналдарын нерв импульстеріне айналдыра отырып, оны еще экстрапирамидамен байланыстыра отырып, оны ми қыртысына апару. Ми қыртысына апарғаннан кейін ол тек қана ми қыртысына ғана барып қоймайды, біз жоғары интеллектке қарай уже сигналдар барады, что біз естіген нәрсемізді бұрынғы алған информациялармен байланыстыру үшін, және де оған ответ қайтару үшін, барлығы осы жоғары ми қыртысында өзара реттеле береді. Вот бізде вестибулокохлеарис тақырыбын осылай аяқтайық. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Жақсылап тұрып конспект жазып, видеоны қайта-қайта көріп түсініп алыңыз. Негізі бұл қиын, бірақ қызық, түсінуге болады. Қиын негізі ештеңе жоқ, бізге бәрі оңай. Назарыңа рахмет, қош сау бол.